Сәлем, достар. Бүгін мен осындай фисташка тортын сіздермен бірге дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керегі май, жұмыртқа, қант, сүт, фисташка пастасы немесе фисташканың өзі бола береді. Және де бояғыш керек бізге, пищевой краситель. Оның үстіне крахмал және қамыр қопсытқышты салып қойдым. Міндетті түрде електен өткіземін. Және де менде мұздатылған малина, сосын оның үстіне қант қостым. Осылай мұздатқышта тұрған, яғни замороженный дейміз, осылай малинаның үстіне қантты салып қойып, осылай тортты жасамасы алдын, осылай араластырамыз жақсылап. Екеуі бірігіп, қантымыз еріп, осылай сұйық болады. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шығарып аламыз, және де оның үстіне қант саламыз. Жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Осылай көпіріп шықты. Барлық өнімдер пайдаланып жатқан бөлме температурасында болса жақсы болады. Сонда бір-бірімен жақсы үйлеседі. Енді осының үстіне еріп тұрған сары майды саламыз. Сары майымыз салып болғаннан кейін көп миксерлеудің қажеті жоқ. Кішкене араластырып жесеңіздер болғаны. Осылай кішкене ғана араластырдым. Және осының үстіне фисташка пастасын салдым. Сіздер ондай болмаған жағдайда фисташканы, кәдімгі дүкенде сатылатын фисташканы алып, блендерде майдалап, одан соны қоссаңыздар болады. Екеуі бір дәм береді. Бірақ оны көптеу мөлшерде пайдалана берсеңіздер болады. Ол кезде бірақ кішкене ұнды азайтасыздар. Міне осылай 2 толтырма 2 ас қасық салып алдым. Мұны да қатты араластырмайым, кішкене ғана араластырып жіберем. Бір қозғап жіберсеңіздер болды. Енді сүтімізді құйып, барлығы жақсылап араласқанша миксерлеп аламыз. Сүттің майлығы маңызды емес, 2-5, 6% бола береді. Тіпті үйдің сүті де бола береді. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді осыған ұнның жарты бөлігін саламын. Бұның ішінде, електің ішінде ұн, қайталап кетейін, крахмал және қамыр қопсытқыш. Қанша мөлшерде қосатынын бәрі астында қалдырып кетемін. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Бірінші жартысын қосып, кішкене осылай миксерді қоспай араластырып аламыз. Бірден қосып жіберсеңіздер, сіздерде шашырап кетуі мүмкін ұн. Осылай жақсылап араласқанша араластырып алдым. Түйіршіктер қалмайтындай етіп. Енді жарты ұнда салып болған соң, біз бояғышымызды саламыз. Мен осындай құрғақын пайдаландым. Гелевый болса, сондай пайдалана берсеңіздер де болады. Кішкене жарты шай қасық қана салдым. Енді қалған ұнымды барлығын електен өткізіп, бір келкі масса болғанша миксерлеймін. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Өте оңай дайындалады. Бірақ дәмді болып шығады. Барлығы толық араласып болды. Осындай қоюлықта болады. Бір келге араласқанын көріп отырсыздар. Енді формама осылай әдеттегі пергамент қағаздарын форма салып аламын. Осылай қыстырып, және осыған дайын болған қамырымыздың 4-5 ас қасықтан салып аламын. Сіздер бұны бисквит етіп жасасаңыздар да болады. Немесе өлшеп алып, 3-ке бөліп, бірде таразыға қойып, 3-ке бөліп, қалыңдау етіп пісіріп алсаңыз да болады. Маған осылай ыңғайлы, осылай жұқа етіп жағып, тез піседі, тез пісіп шығады барлығы. Осылай бір тегіс етіп жаямыз. Шет жақтарынан көптеу жері беріңіздер, ортасында қалып қоймасын.
ортасы биік болып көтеріліп кетсе, сіздердің торттарыңыздың ортасы көтеріліп қалады. Сосын оны тегістеу қиын болады. Сондықтан да шет жағына көптеу жібере беріңіздер. Мен осылай бір тегіс етіп жақтым. Енді осыны 180 градуста пісіріп алдым. 10-15 минут шамасында пісті. Енді крем дайындаймын. Ол үшін маған маскарпоне, творожный сыр, сливки және қант ұнтағы, сахарный пудра қажет. Барлығын мұздатқыштан алып алдым. Мұны тоңазытқыштан, яғни мұздап тұру қажет. Тіпті дүкеннен холодильникнен сатып алсаңыздар да үйге кеп міндетті түрде қойып қойыңыздар. Кішкене мұздап тұрғаны дұрыс. Енді творожный сыр, маскарпоне және қант ұнтағын салып, кішкене араластырып алдым. Қолмен осылай мыжып. Кішкене араласса болды. Енді осының үстіне салқын сливкимізді құйып, жақсылап қою болып шыққанша араластырамыз. Бірінші жай жылдамдықта бастаймыз. Сосын кішкене көбейтіп, өз формасын ұстап тұратындай болғанша миксерлейміз. Мен шамамен 5 минут, 7 минуттай миксерледім. Тез қойылған шықты. Оны қатты формасын ұстап тұратындай етіп, қатты миксерлеп жібермеңіздер. Себебі бұл 2 секундтың ішінде қайтып сүйіліп кетуі мүмкін. Сондықтан уақытында тоқтау керек. Бұл жерде маскарпоне пайдаланбасаңыздар болады. Тек қана творожный сырмен, сливкимен жасасаңыздар да бола береді кремін. Неге осылай қою болып шықты. Осы маған жеткілікті. Енді миксерді тоқтатып алып аламын. Міне осындай қоюлықта болды. Бұл кремді қождарды пісірмей тұрып жасап алдын ала тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, кішкене қатайып, өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Алдын ала жасап қойсаңыздар да болады. Бірақ бұны көп ұстауға болмайды. 1 күн, 2 күн тек торт пісіретін кезде ғана жасап қойыңыздар. Осылай пакетке салып алып, кондитерлік осылай вупи пай секілді жасадым мен. Осылай маған ыңғайлы. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жинасаңыздар болады. Тортты жылжымалы кольцоға салып, соның ішіне жасасаңыздар да болады. Бірақ маған осылай өте ыңғайлы. Барлық жеріне жағып шығамын. Тіпті осылай вупи пай секілді қалдырып қойсаңыздар да болады. Шетін тегістеместен. Ортасына да жағып, жаңағы езіп алған қантымыз бен малинамызды кішкене жақтым. Мен сіздер толық осы кремнің үстіне бір келкетіп қаптасаңыздар да болады. Бірақ маған осылай жақсы. Әр шетінен көп қоспадым, әр шетінен ғана қасықпен салып шықтым. Міне жинап алдым тортымды. Енді шеттерін тегістеймін. Мен шетіне көп крем жақпадым, себебі кішкене жасыл жолақтары біздің қождарымыз жасыл болып көрініп тұрған қаладым. Сіздер өздеріңіздің еріктеріңізде оны толық креммен жауып тастасаңыздар да болады. Немесе солай шариктармен қалдырып қойсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, қалай ұнайды, солай жасай берсеңіздер болады. Мен осылай әдейі қалдырып қойдым, қатты қаптамадым. Кішкене жасыл қождарым көрініп, фисташка торт екені көрініп тұратындай етіп жасадым. Көп крем жақпадым, кішкене осылай қабаттап шықтым. Осыны жағып болған соң, тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар 2-3 сағатқа. Міне осылай бетін ирелек күрекшемен кішкене алып өттім. Осылай шеттерін әдейі ашық қалып қойдым. Кремді көп пайдаланған жоқпын. Бетін өз еріктеріңізбен әлесеңіздер болады. Мен мандарин, малина және кішкене фисташка етіп пайдаланып, осылай сәндеп шықтым. Сіздер де жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Дәмді болып шығатын торт өте оңай жасалады.
Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік. Сау болыңыздар.